Ноғай халық ертеңі, қарлығаш пан шіркей. Бұрын заманда әдемілер, қосылар, айваннар бір тілде сөйлейтаған болғаннар. Сол заманда бір батпақ судың шетіндегі қамыслықтың ішінде қара йылан, ұзын бұрын қыл сирақ шіркей, ақ бауырлы қара йылтырауық қарлығаш яшағаннар. Олардың меканлары бір-біріне юық болғанар. Йыланның іні қара ялпақ тастың астында, шіркей қамыслықтың япрақлары арасында, қарлығаш десең, артайып құрмаға еткен теректің басында яшайтаған болғанар. Олар күндеді, күн қыздырса, бір ерге жиылсып, хабарласатаған болғанар. Бір кере қара йылан тастың үстіне оралып ятқан жерінде: «Мен ендігі бір әлемет зат ойландым. Ендігісі еткенін қан сормай, сайлап, дәмлі қан сұраяқ боламан. Тек енді маға кімнің қаны бек дәмлі екенін білмеге керек. Шіркей досым, ярдам етсең әрі болар еді», дейді ол. «Айда ярдам етермен, сенен қызғанған күшінің хайырын көрмейін таға», деп шіркей ызылдап кетеді. Ол сау күн бойы көп түрлі қанларды сорады, әдем қанынан дәмлі қан таппай, йыланға соны айтаяқ болып қамыслыққа қарап ұшады. Жолда оға қарлығаш ырасып: «Ей, ырия шіркей, қайда алғасайсың? Йыланның бұйрығын бітірдің ме?» деп сұрайды. «Айда бітірдім йылан досымның тілегін», дейді яне шіркей. «Аше кімнің қаны тәтліді?» деп қарлығаш тағы сұрайды. «Адемнің қаннан тәтлі, дәмлі қан жоқ», деп шіркей яваплайды. «Ия, адемнің қаны қайдан тәтлі болсын? Инанмаймын. Қала тіліңді көрейім. Шығараш, дәмлі қан тиген тіл қызыл болатаға», дейді қарлығаш. «Міне», деп шіркей тілін шығарғанлай, қарлығаш шұқып, оның тілін көмекейден үзеді де алады. Олар екеуі де бірге йыланның янына еткенде, шіркейдің көзлерінен көз яс құйылып, қылынан қан шыбырып, қарлығашқа көрсетеді ымлайды. Йылан ятқан жерде бір қарлығашқа, бір шіркейге қарап, бір зат та аңламайды. Сол заманда қарлығаш йыланның бас бетіне қонып: «Йылан ағай, ол маға еректен ерлап келе ятыр еді. Бақадың қаны дәмлі деп, іште дауазы қарлыққан болар», дейді ол. Соны ескен шіркей айтаяғын айта алмай, ызылдап йылайды. Соқырдың көзі көрмесе де, яны сезер дегенге ұсап, йылан қарлығашқа ұмтылып, оны тістейек болғанлай, қарлығаш ұшатта кетеді. Йылан оның құйрығын сенемде сермеп ұшқышының юлқып алады. Соннан бербетін қарлығашының құйрығы айырым болып қалған екен. Йылан десен бақады сорады дейділер. Шіркей бұл күнде, бұл кешеде ызылдап, әдемнің қаны татты деп айтаяқ болып айта алмай қалған дейлер.